Қаңтар оқиғасынан кейін ұсталған, билікті күшпен басып алмақ болды деп айыпталған Кәрім Мәсімовке қатысты бір құпия дерек ел үшін кезіп кетті. Оған сүйенсек, қазір қамауда жатқан Кәрім Мәсімов Нұрсұлтан Назарбаевқа қарсы куәлік беріп жатыр екен. Мынау нағыз сенсация. Аталған ақпараттың анық-қанығын Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Асқар Әмірхановтан сұрадық. Жауап былай болды. Скажите, пожалуйста, правда, что Карим Масимов дает показания против Нурсултана Абишевича? Как я уже сказал, тайна следствия. Мұқият тыңдасаңыздар, лауазымды шенеунік Кәрім Мәсімов Нұрсұлтан Назарбаевқа қарсы куәлік беріп жатыр ма деген сұраққа жоқ деп жауап берген жоқ. Растамады да. Жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайды демекші, қызықтың көкесі әлі алда сияқты. Қаңтар оқиғасынан кейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-басшысы Кәрім Мәсімов пен оның орынбасарлары жаппай қамалды. Бостандықта тек Нұрсұлтан Назарбаевтың жақын туысы Самат Әбіш қалған еді. Ол сүттен ақ судан таза болып шыға ма? Әлде тергеушілер оны да тергеп, жауап алуға шақыра ма деген сауал көптің көкейінде көлкіп тұрды. Осы аптада сол сұрақты қоюдың орайы келді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Асқар Әмірханов жауапты жанамалап беруге тырысқанымен журналистер жанын қоймады. Сөйтсек Самат Әбіш те тергеліп жатыр екен. Сенбесеңіздер, міне. Знаете, он сейчас тоже в орбите следствия находится. И кто? Да, Первый заместитель председателя Самат Әбіш, он тоже находится в орбите следствия. Все мы тоже даем показания. Он в Казахстане или уехал? Его процессуальный... Он Казахстанда ма басқа жаққа кетіп қалды ма? Это определит группа следствия. А какой у него статус? Свидетель с правом на защиту? Я вот не могу. Он как свидетель идет или кто? Он дает показания, я не знаю статуса. Казахстанда, да? Яғни? Иә. Казахстанда, я там.